Ассалаумағалейкум баршаңызға қайырлы күн болсын. Бізде сол баяғы көлік жөндеу, соның ішінде Нива автокөлігі. Біздерде көліктің мотор соғып кетті, красный жанып, оны біздер алдан иесі алдан датчиктен датчик емес ол. Майна сосын басында шкиптің зубылары кетіп қалған. Мынандай көрсетіп жібейін, қайыққа кетті. Тістері кетіп қалған екен, сөйтіп септен секіріп кетіп. Мындай ол жақ қойғанда сеп айналып кетті. В общем, мотор соғып кетті. Шатунный клатч айналып кеткен. Мынандай болып кеткен. Бірдің клатчы 2 емес 3. 3-те қарсық болған. В общем, енді соған жұмыс жасау жүрген көлік еді. Сондықтан жылдамырақ жасау үшін үйде бір запас мотор бар еді. Соны салып деп алып келгенбіз. Енді бұны бірден салып жібермей астың картерін ашып қарап атқам. Енді жаңа коренной шатунный клатчтарын қарап, бұлай жаман емес. Енді моторда таза. Тек бізде картерде мынандай нелер шығып жатыр, нәрселер. Ол енді успокоитель, натяжитель нелер ау, бөлшектері. Бұрын себілген болу керек, или сынып кетті ма, астында қалған екен. Картердің ішінде гаексімен солып жатыр да. Бұны ашып қарап жіберген жақсы болды. Енді бұлай сеп қатты, мықты, бұлай жаман емес состояниесі. Енді коренной 005 келген. Шатунный біле алмадым, R1 дейді, түсіне алмадым. Білетіндер білетін болар, мен өзім білмегесін. Білмедім деп атқам ғой. Енді сіздерде де осындай болып атса, енді контрактный мотор әкеліп атса, ашып қарап жүрген жақсы ғой деп айтып жіберіп атқаным ғой. Енді қазір алдыңға крышканы ашып қарап жүрем. Успокоительден сосын ана жаңа бізде кетіп қалған звездушканың тістерін қарап, бұратала себін қарап, бұратала қарап жүрген деп жатыр. Баршаларыңызда сондай болып жатса, ашып қарап жүрген жақсы деген ой ғой. Жақсы, баршаларыңызға істеріңіз сәттілік, істеріңіз оңынан болсын.